Білім құмар бейбарыс. Балалар, қайырлы күн. Менің атым Бейбарыс. 2-ші сыныпта оқимын. Мен бізді қоршаған табиғатқа, жан-жануарға, аң-құсқа қатты қызығам. Ал сендер ше? Егер сендер де тура мен сияқты қызықсаңдар, менің басымнан өткен оқиғаларды қалдырмай тамашалай жүріңдер. Кеттік! 1-ші бөлім. Жылан тілімен шағама, тісімен шағама. Ахмет Байтұрсынұлының танымдық әңгімесі бойынша. Айтып тұрмын ғой, жылан тілімен шағат. Тілімен қалай шағат? Тісімен шағат деймін мен саған. Мен талай рет теледидардан көргем. Жыланның ұзын тілі болады. Шабуыл жасағанда тілі атып шығады. Оны мен де көргенмін. Бірақ жылан тісімен шағат. Онда қайтадан мектепке кіріп, Анар мұғалімнен сұрайық. Аяқ киімімізді ауыстырып қойдық қой. Ертең сұрайық. Жоқ, мен бүгін білгім кеп тұр. Онда қазір қайсымыздың ата-анамыз бұрын келсе, содан сұрайық. Жарайды. Онда менің атам бірінші келсе екен. Атаң ауылда тұратын еді ғой. Иә, бірақ кеше әжем екеуі қонаққа келген. Таңертең атам сабаққа кеп тастаған. Сабақ бітетін уақытта өзім келіп алып кетем деді. Бейбарыс! Құлыным-ау, күтіп қалдың ба? Ерте шықтыңдар ма, әлде мен кешігіп қалдым ба? Ата! Құлыншағым сол. Ата, сіз кешіккен жоқсыз. Біз Мейіржан екеуіміз тез-тез киініп, балалардан бұрын шығып кеттік. Әй, жарайсыңдар. Ассалаумағалейкум, ата. Уағалейкум әссәләм, балақай. Мейіржан деген осы бала екен ғой. Бейбарыс сен туралы үнем айтады. Ата, осы бала ғой. Ата, бір нәрсе сұрайыншы. Сұрай ғой. Ата, жылан тілімен шағама, әлде тісімен шағама? Сабақтан сондай тапсырма берді ме? Мектептен шыға салып, жыланды сұрағандарың не? Жоқ, Мейіржан тісімен шағады дейді. Тілімен шағады ғой, ата, айтыңызшы. Онда сәл бұлайырақ барып тұрайық. Жол ақысы деген болады. Әрі-бері өтіп жатқан адамдарға кедергі келтіруге болмайды. Ана жерге барып отырайық. Балам, бұйырса жазда сені алыстағы өзіміздің атамекенге Қособаға апаруым керек екен. Сол кезде мен саған бақа шаянның түр-түрін көрсетіп. Бұрын барғанда кішкентай едің, енді өстің. Ер жетіп қалдың. Бәрін түсінесің. Ата, бақа шаян емес, жылан деймін, жылан. Иә, балам, жылан туралы айтқалы тұрмын. Жалпы, қазақ бақа шаян деп, үстінде түгі де жоқ, қанаты да жоқ, құр терісі бар мақұлықтарды айтқан. Бұл мақұлықтар көзге кескінсіз, көңілге сүйкімсіз, түсі суық келеді. Мысалы, жылан қорқынышты ғой. Иә. Көрдіңдер мәне? Бақа шаянға мына мақұлықтар жатады. Көл бақа, тас бақа, тостаған бақа, кесіртке, жылан. Шаян ше? Иә, шаян да жатады. Бірақ ол Қазақстанның көп жерінде жиі кездесе қоймайды. Ал сендер сұрап отырған жылан 2 түрлі болады. Біреулері улы, екіншілері усыз. Негізі жыланның қайсысы болса да, тисең шағат, тимесең шақпайды. Шаққанда улысының шаққаны қауіпті. Адам болсын, мал болсын, улы жылан шаққанда емдетпесе өледі. Усыз жылан шаққанынан қорқыныш жоқ. Ине шаншып алғандай ғана ауырады. Ата, сізді жылан шағып беді? Иә, құлыным. Жас күнімде бір рет усыз жылан шаққан. Ата, сол кезде сізді тілімен шақты ма, тісімен шақты ма? Жылан айбат шегіп,
тілін жалақтатқанға тілімен шағатын сияқты көрінеді. Бірақ олай емес, құлыным. Мейіржан дұрыс айтыпты. Жылан тілімен шақпайды, тісімен шағады. Айттым ғой әне. Жыланның таңдайында ұзын, өткір екі тісі болады. Тістерінің түбінде у жиылатын қалтасы болады. Тісінің ішінде ұзын бойын қуалаған қуыс өзегі болады. Шаққан кезінде қалта сығылып, ішіндегі уы тістің қуыс өзегімен келіп, тістің кірген жеріне құйылады. Тісін суырып алады. Уы тәннің ішінде қалады. Тезірек емдемесе, у бойға жайылады. Шаққан адам, я мал, ісіп кеуіп өледі. Расында да сен дұрыс айтқан екенсің ғой, Мейіржан. Я, құлыным. Бірақ қателескенде тұрған ештеңе жоқ. Тек адам түсінген бойда қателігін мойындауы керек. Ол да ерлік. Ал онда балалар, үйге қайтайық. Мейіржан, сені кім алып кетеді? Мен алып кетуге қазір анам келеді. Онда сыныптастарың тұрған жаққа барып күте қой, балақай. Жарайды ата, сау болыңыз. Сау бола ғой, айналайын. Жылан дегеннің уымен ойнауға болмайды, жарығым. Сондықтан жылан жүретін жерге барғанда абай болған жөн. Әсіресе таңертеңгі уақытта байқау керек. Жыланның кешкі шаққанынан ертеңгі шаққаны улырақ. Өйткені ертеңгі әзірге уы жинаулы болады. Кешке қарай шөп, ол бұлға түсі көбірек тиіп, уы азаяды. Адам да таңертең күші көп болады да, кешке шаршайды ғой. Сол сияқты ма? Дұрыс айтасың, балам. Тура сол сияқты. Өзің үлкен азамат болып қапсың ғой. Бірінші бөлімнің соңы.